Сәлематсыңдар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше сабағымызды бастаймыз. Математика сабағы. Бөлім сәулет. 60-шы сабақ. Тақырыбы есептер шығару. Шамаларға амалдар қолдану. Оқу мақсаты сен есептер шығаратын боласың. Бірінші тапсырма. А жағдайы оқулығымыздың 46-шы беті. 3 кіші шатырға 4 саяхатшыдан және тағы да 2 шатырға 6 саяхатшыдан орналасты. Шатырға барлығы қанша саяхатшы орналасты? Ә жағдайында бір дәптер 9 теңге тұрады. Осындай 7 дәптер қанша теңге тұрады? О жағдайы. Әр қайсысында 7 данадан 8 қорап шырша ойыншығын және тағы 12 ойыншық сатып алынды. Барлығы қанша шырша ойыншығы сатып алынды? Оқушылар, біз бұл есептерді шығарып білеміз, е? Екінші тапсырма. Оқулығымыздың 46-шы беті. Тіктөртбұрыштың ені ұзындығынан 2 есе кем. Ауданы мен периметрін тап. Біз ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтеміз, е? Бір қабырғасын А, екінші қабырғасын В деп белгілеп аламыз. Яғни, S тең А көбейту В. Ал периметрін табу үшін периметрі тіктөртбұрыштың 2 қабырғасының қосындысының 2-ге көбейткенге тең, е? Яғни, периметрі тең жақша ашамыз А қосу В, жақша жабамыз көбейту 2. Осы формулаға сала отырып, есебімізді шығарамыз. Төртінші есеп. Оқулығымыздың 47-ші беті. Біз бұл есепті де шығара аламыз. 1 центнердің 100 килограммға тең екендігін және 1 тәулікте 24 сағат бар екендігін еске түсіре отырып, берілген есепті есептейміз. Бұл біздің үй жұмысымыз, оқушылар. Осыменен сабақ аяқталды, оқушылар. Келесі жүздескенше сау болыңдар, балалар.